Жасым 14-те. Өмір бойы мен анам мені ұсқынсыз санайтын. Бұл өте маған жаман тиеді. Басқалардың аналары өздерінің қыздарын әдемі десе, мен анам менен ұялатын. Бір күні біз фильм көріп жатқанда басты қыз мен үшін өте әдемі болды. Соны анама айтқанда ол маған қарап сәл ойланып, өскен кезде бетіне операция істеп біреуге ұнап қаларсың деді. Осы сөздерден мен өзімді сенімсіз болдым. Айнаға қарап, қай жерім әдемі емес дедім. Мен 15-ке толмақшы болғанда, мен өзім қалаған ол құрмысқа фирмасы болды. Мен анам торт жасады. Ешкімді шақырмады, өйткені ұялды. Ол маған үлкен косметика сыйлады. Ол маған беріп, мен білем, сен ұсқынсызсың. Сен сәл бұл косметикамен қолдансан, сәл болса да әдемі боласың. Сенен де ұсқынсыздар да бар, деді. Мен сол кезде жылай бастадым. Мен өзімді жаман сездім. Оның сөздері маған қатты тиді. Уақыт өтті және өзімді мен ұсқынсыз санадым. Бетіме макияж істемей, ашық түсті киім кимейтінмін. Және жігіттермен сөйлеспедім. Анам маған олармен сөйлеспе, әйтпесе олар сені қолданып алып лақтырып та жібереді деді. Осыған қарамастан маған Андрей ұнады. Ол өте әдемі және жақсы бала болды. Ол маған Валентинка сыйлап мені қорғайтын. Мен бұл туралы анам айтқан жоқпын. Өйткені ол бұл туралы білгенде ол қуанбайтын еді және де маған ұрсатын еді. Бір күні Андрей маған келді де қоңырау шалды. Кейін есікті анам ашып, сіз кімгесіз деді. Ол Катя ағам деді. Катяға? Катяның қай жері әдемі, сен оған қарайтындай. Сен сияқты әдемі бала ұлтыңмен жүрмейтін едің деп айтты. Ол мені ұсқынсыз де санайды екен. Мен қатты сол кезде жынданып жыладым. Анама қатты жыным келді. Мен қатты ұялдым. Осыдан мен Андрейден кешірім сұрап, есікті жауып, бөлмеме жүгіріп жыладым. Кейін мен артынан анам келді. Есікті анам тоқылдатқанда кешірім сұрауға келді деп кіргіздім. Кейін анам маған, балдармен қазір сен жүретін уақыт жоқ деді. Кейін ол айтты, диетологқа жазғыздырдым сені сәл салмақ тастау үшін және пластикалық врачқа да жазғыздырдым. Ол сенің бір жерлеріңді әдемі қылдырып, сен орташа болатын шығарсың деді. Сол кезде мен өзімді жаман сездім, мен оған айқайлап, мен шаршадым деп есікті жауып қашып кеттім. Мен осыдан шыдай алмадым. Кейін мен өзім Андрейме звондадым. Андрей келгенде мен Андрейға бәрін айтып бердім. Мен анам мені ұсқынсыз дейді, және де тағы да басқалар дедім. Ол таңғалып, анамның басы істемейді екен деді. Ол мені әдемі деді. Кейін соңында мені сүйді. Мен қатты қуанып қалдым. Соңында мен анама қазір онша тыңдамаймын. Сондықтан да мен өзім шаруамен жүремін. Ал анам маған айқайлай береді. Ал маған қазір бәрібір.